Кейде біз байқамаймыз айналада болып жатқан жағдайларды. Кейбір адамдардың жылы төсектері де жоқ, жейтін тамақтары бірде бар, бірде бола бермейді. Біз өзіміз официант сәл кешіккенге шағым айтып, айқай шығаруға дайын тұрамыз. Айта берсе көп. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз біраз адамдарға үлгі болады. Риза KZ каналына қош келдіңіздер. Бұл канал қазақ тілінде жүргізіледі. Тіркеліңіздер және кет. Әр бала негізі мектепке баруы тиіс. Ол жақта ол оқуды, жазуды, әлемді тануды үйренеді. Бірақ кейбір жағдайлар өкінішке орай баланың мектепке барып қайтуын қиындатады. Бірақ оған қарамастан бүгінгі біздің кейіпкеріміз мұндай жағдайлар ешқандай да кедергі тудырмайды. Және салқын, аязды. Ван Фуман 8 жастағы бала әжесімен бірге күншығыс елінің Цзиньцзе провинциясында тұрады. Бірнеше жылдар бұрын оны шешесі тастап кеткен болатын. Ал әкесі ақша табу үшін қалаға кетіп тұрады. Ванның тұратын жерінен мектепке дейінгі 3 шаршы шақырым құрайды. Мұндай жастағы балаға бұл үлкен сынақ. Оған қарамастан Ван бұған ешқандай да көңіл түсірмейді. Бірақ негізгі кедергі күздің қайтып қыстың келіп күн суытуы еді. Ойлаңыздаршы, 9 градуста, суықта, желде, боранда, жаяу осыншама шақырым жүріп. Ванның бұл историясы мектеп директорының интернет желісіне салған суретінен кейін вирусный хит болды. Бұл суретте Ванның басы, шашы, қастары толықтай аяз қаптап, екі беті үсіп қалған. Ал қолының саусақтары аяздан кейін біраз уақытқа дейін дұрыс жұмыс жасамай тұрды. Ол күні ол ауа райын болжамшылардың қатты аяз болады деген ескертуіне қарамастан, сол күні белгіленген экзаменге қалмай мектепке келген болатын. Осыдан көруге болады 8 жастағы баланың қандай жауапкершілікпен өз ісіне қарайтынын. Бұл мектептің директоры басқа балаларды суретке түсіріп тұрады. Қандай қиын жағдайға қарамастан, осындай жастан балалар білімге деген құрметін, құштарлығын көрсетеді. Ван Фуман мен таңдануға болады. Өз мақсатына жету үшін ешқандай қиыншылыққа қарамастан алға қарай жүруін. Ал сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Және осы видеомен басқалармен бөлісіңіздер. Жақсы.